Мұғалімдер іздеп таппай жүрген сайт. Егер сабағыңызды вау эффектпен өткізгіңіз келсе, видеоның соңына дейін көріңіз, лайк басып сақтап алыңыз. Сайттың атын видеоның соңында айтамын. Кеттік. Бұл сайтта сіз қалаған ойын түрін жасай аласыз. Квиз, сұрақ, сәйкестендіру, бос орындарды толтыру, карточка таңдау, яшық, топтық жарыс, не қалайсыз барлығын бір-ақ сайтпен жасауыңызға болады. Мысалы, сәйкестендіру ойынын жасап көрейік. Жоғарғы жағына тақырыпты жазасыз, сұрақтарды енгізесіз және міндетті түрде кілт сөзді енгізесіз. Сұрақ пен кілт сөз бір жолда болуы керек. Сұрақтарды шексіз құрастыра бересіз. Сұрақтарды құрастырып болғаннан кейін дан кнопкасын басамыз, результатты көрейік. Результат бастапқыда осындай қарапайым болады. Оны сайттың төменгі жағына түсіп, міндетті түрде теманы таңдау керек. Айтпақшы, тема дегеніміз бұл сабаққа көрнекілік беретін ең маңызды бөлік. Көріп отырғандарыңыздай қалауыңызша өзгерте аласыздар. Неше түрлі темада таңдауға болады. Результатын бірге көрейік. Сайт бізде WordWall деп аталады. Пайдаңызға жарасын. Видеоға лайк басып сақтап алыңыз.